Армардақты ағайын, эфирде елге қызмет хабары, алдымен студия қонағымен таныс болыңыздар. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің басқарма мүшесі, академиялық жөніндегі проректор Дана Әбдірашева. Студиямызға қош келдіңіз дейміз. Жалпы қазір университетте қандай мемлекеттік қызметтер көрсетіліп жатыр? Сол туралы айтып өтсеңіз. Қазір Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде 6 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Атап айтқанда, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы құжаттардың телнұсқасын беру, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарында білім алатын және тәрбиеленетін жекелеген санаттағы азаматтарға, сондай-ақ қорғанышылықтағы және патронаттағы адамдарға тегін тамақтандыру ұсыну, жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау, жоғары оқу орындарында білім алушыларға жатақхана беру, шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау және е-өтініш порталы арқылы өтініштерді қабылдау. Осы 6 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Енді жалпы бұл қызметтерді көрсету қандай заңнамаларға және нормативтік актілерге сүйеніп жасалып жатыр? Ең алдымен ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер туралы заңына сәйкес білім беру саласында мемлекеттік қызметтерді ұсынамыз. Университетке құжат қабылдау мен тіркеу жұмыстары қалай жүргізіледі сіздерде? Бізде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау бірнеше форматта жүргізіледі. Ол е-өтініш порталы арқылы, халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы, электрондық үкімет арқылы және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Және де адам өз университетке келіп өтінішін қалдыруға да болады. Жалпы қызметтерді алу процесі қандай форматтарда жүзеге асырылады? Қандай форматта? Ол электрондық форматта және де қолма-қол келіп өзі азамат, кез келген азамат өзі канцелярияға келіп құжатын тапсыруға болады. Енді студенттер үшін жағына әртүрлі болады ғой, академиялық анықтама алу керек болады, сосын оқу орнынан басқа да бір кез келген бағыттағы анықтамаларды алуға болады. Енді осы процесстер қалай жүзеге асырылады? Ол үшін не істеу керек болады? Студент егерде анықтама алғысы келсе, өз жеке кабинетінен біздің Платонус платформасы арқылы анықтаманы алуға болады. Электрондық түрде қол қойылған анықтама шығады автоматты түрде. Және де студент егерде қол қойылған, мөр қойылған құжат керек болса, ол басшылықтан да беріледі. Енді стипендия және әлеуметтік қолдау шараларына өтінім беру мемлекеттік қызметі тоқталып өтсеңіз. Бізде стипендия ЕПВО деген платформа бар, жоғары білімнің бірыңғай платформасы арқылы, сол платформа арқылы беріледі шәкіртақы. Ол стипендияға байланысты мемлекеттік қызметке ешқандай мемлекеттік қызметке жатпайды. Сондықтан әлеуметтік қолдау шараларына атап айтқанда техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарында білім алатын және тәрбиеленетін азаматтарға, қамқорлығынсыз қалған азаматтарға тамақтандыру ұсыну мемлекеттік қызмет болып табылады. Былтыр бізде осы қызмет бойынша 60 студент қамтылды. 2024 жылы бізде 59 студент осы мемлекеттік қызметті пайдаланды. Шетелге академиялық ұтқырлықпен шығуға байланысты қандай құжаттарды университетке тапсыру керек болады? Осы мемлекеттік қызмет қазір жұмыс жасайды. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында студент шетелдік оқу орнына бару жолында келесі құжаттарды тапсырады. Біріншіден студенттің жеке құжаты, паспорт немесе
куәлік, студенттің өтініші және де оқу жетістіктерінің транскрипті. Керек болған жағдайда анкетада сұратылады. Атап айтқанда бізде былтыр 2024 жылы 112 студент, ал 25 жылы 35 студент шетелге барып келді. Бұл білім алушылар Корея Республикасы, Польша, Бельгия, Әзірбайжан, Түркия және Өзбекстан елдерінің өте жақсы университеттерінен тәжірибе алып, университетке оралды. Қазіргі таңда көрсетілетін мемлекеттік қызметтің қанша пайызы цифрландырылған? Жалпы цифрландыру жүйесі қалай жүзеге асырылуда? Ол бағытта университет өте жақсы жұмыс атқарып жатыр. Қазіргі таңда бірақ 50% бізде цифрландырылған, ол бағытта әлі де жұмыс жасаудамыз. Өйткені біз қазір көзіміз жетті, университеттің кез келген қызметін цифрландырылған жағдайда бір шек болмайды. Әр азамат қай жерде болсын университетке қызмет көрсету жолдарын цифрландырылған платформа арқылы бере алады. Енді осы мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру мақсатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр қазір? Біз ең алдымен бұл цифрландырылған платформалар арқылы біз өзіміздің принциптарымызды ұстануға тырысамыз. Ол принциптарды атап өтсем, ол ашықтық пен жеделділік. Сол жақта біз қамтамасыз етуді тырысамыз. Қызмет көрсету стандарттары мен мерзімдерін сақтауды тырысамыз. Әр білім алушыға болсын, әр азаматқа болсын информацияны жедел түрде және де мерзімді түрде беруге тырысамыз. Келіп түскен өтініштер, ұсыныстар болса да, сол жақтан кері байланыс жасауға тырысамыз. Және университет түлектерінің тарихи деректерін, дипломдарын, университет 85 жылдан астам тарихы бар университет, өте үлкен университет, үлкен тарихы бар университет. Сондықтан бізде мыңдаған, 10 мыңнан аса түлектеріміз бар, студенттеріміз бар. Сол бүкіл деректерді біз цифрландыру жолдарын іздейміз. Кез келген уақытта университеттен көмек істейтін цифрландыруға жолдарын біз іздейміз. Енді азаматтар көрсетілген қызметке қатысты шағым немесе өздерінің осы мемлекеттік қызметті ары қарай дамытуға байланысты ұсыныстарын қалай білдіре алады? Сол бағытта кез келген азамат е-өтініш платформасы арқылы бізге ұсынысын білдіре алады. Және де қолма-қол келіп біздің университеттің құжаттар бөлімінде ұсынысын қалдыра алады. Және де бізде есіктеріміз әрдайым ашық. Егер де азамат бізге келіп ұсынысын айтам деп жатса, келуге болады. Басшылыққа немесе қай сұрақпен сол сұрақты айтып, біз шешу жолдарын әрине іздейміз. Енді алдағы уақытта осы қандай жаңа мемлекеттік қызметтерді енгізу жоспарларыңызда бар? Мен айтып айтқандай, ЕПВО платформасында бізде әр студенттің информациясы, бэкграунд информация дейміз ғой, әр информация сол жерде тіркеледі. Студенттердің әртүрлі статусы болады. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған студент, жетім студенттер, мүгедектігі бар студенттер. Осы студенттердің категориясын, статусын көрсететін бір платформа. Егер студент осы статусын көрсететін құжаттарын ЕГОФ арқылы болсын, ЦОН арқылы болсын көрсетіп жатса, сол платформа арқылы бізге ЕПВО-ға сол информация түссе, біз ол студенттің статусын көріп,
көрсететін қызметтерді автоматты түрде көрсете алатындай жағдайымыз болады. Кейбір кездерде студенттер сол статусты айтпай кетеді, бір жағдайлар болып қалады, біз көрмей қаламыз ол статусты. Сонда студент қызметін ала алмай қалады. Сондықтан егерде ол автоматты түрде бізге ЕПВО-дан көрсетілсе, біз ол студентке міндетті түрде сол қызметті көрсете алатындай мүмкіншілігіміз болады. Енді осы университеттің мемлекеттік қызмет көрсету бойынша негізгі стратегиялық мақсаттары қандай, айтып өтіңізші? Негізгі стратегиямыз ол азаматтарға қолжетімді, уақытылы және сапалы ашық информацияны беруге тырысамыз. Кері байланыс жасап, әр азаматтың пікірін, әр азаматтың ұсынысын тыңдауға біз ашықпыз. Сондықтан кез келген азамат біздің университетімізге келіп, айтатын ұсыныстарын айтуға мүмкіншіліктері бар. Сондықтан егерде сұрақтары болса, бізде қазір қабылдау комиссиясы жұмыс жасап жатыр, 5-ші корпуста жұмыс жасап жатыр. Сол жерге де қазір егерде қабылдау сұрақпен келіп жатса азамат, сол жерден тікелей алуға болады. Егерде оқу процесіне қатысты болып жатса, ол бізге бас ғимаратына келіп, қандай бір сұрақтарды қоюға да болады. Сондықтан біздің ең үлкен принциптеріміз ол қолжетімділік, уақытылы қызметті беру және де сапалы ашық болу. Енді осы университет қызметкерлері мен студенттеріне жалпы осы мемлекеттік қызметті пайдаланудың оңтайлы әдістері туралы ақпаратты қаншалықты жиі бересіздер? Түсіндіру жұмыстары секілді. Түсіндіру жұмыстарын бізде ең біріншіден ол өзіміздің университетіміздің веб-сайтында болады. Бүкіл информация, қандай да бір мәлімет болсын, информация, кез келген информация сол жерде тіркеледі. Және де айтып өткендей, Платонус платформасында әр мұғалімнің, әр студенттің өзінің жеке кабинеті болады. Сол жерде егерде өте маңызды информация, мәлімет болып жатса, сол кабинетте де болады, жаңалық ретінде жанып тұрады. Сондықтан студент, мұғалім сол жерден информацияны алуға болады. Және де біз жиналыс өткіземіз, үлкен университетшілік жиналыстар, бірінші курстың студенттеріне оқу жылы бастамас бұрын үлкен жиналыстар өткіземіз. Оны Orientation Week деп атаймыз. Студенттерге түсіндіру жұмыстарын, кітапханада қалай жұмыс жасайтынын, басқа бір қызметтерді алу жолдарын, қай жерде оны алуға болатындығын, бүкіл информацияны біз жеткізуге тырысамыз. Егерде ішкі саясат, академиялық саясатта өзгерістер болып жатса, оны да мұғалімдерге, әкімшілік әріптестерімізге бүкіл жерде таныстыруға тырысамыз. Бүгінгі біздің студиямызға келіп, маңызды сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Елге қызмет жолындағы жұмысыңыз жемісті, абыройлы болсын. Құрметті көрермен, біз хабарымызды дәл осы жерден түйіндейміз. Эфирде амандықпен қауышқанша.